Қайырлы күн достар. Оқырмандар көп сұрақ келеді, батарейканы қалай ауыстыруға болатын. Пуштартпен жабдықталған көліктеріне қалай батарейка ауыстырылатынын көрсетемін. Ең бірінші, мына батырманы басамыз да кілтін шығарып аламыз. Кілт кіретін арнайы өзінің орны бар. Осыны басамыз да сәл-пәл солға немесе оңға қарай кілтті бұрамыз. Міне, бұрадық. Бұрағаннан кейін корпусы екі жақтан ашылды. Корпустарын шетке қойып, батарейка осында. Батарейканы ауыстыру үшін мына жерде өзінің қортағандай бір тесігі бар. Сол тесікті жіңішке отвертка болсын, скрепка болсын, мен мынандай стоматологиялық құралмен шығарып аламын. Плюсты жоғары қарай істейсіңіз. Теріс салмайсыңыз, былай саласыңыз. Дискі батарейді алып тастап, жаңа батарей саласыңыз. Салған кезде қырмен салып, былай итере қоясыңыз. Болды. Содан кейін тетікті басып көреміз. Кілт жасады. Осылай міне батарейка ауыстырудың еш қиындық жоқ екенін сіздерге көрсеттім. Жинау үшін артқа қарай салып, қатыра қоясыңыз. Болды. Кішкентай манипуляция арқылы кілттің батарейкаларын ауыстырамыз.